Адамдары кета толтырмайды дейді. Толтырмай ма? Олар айтып отырмын ғой жаңағыдай. Таза деп жұмысқа сөйтіп келсең, олар сондай жақсы көреді да. Сосын саған келіп сүт әкеліп беріп, арасында андай коктейльдер да. Әбетте булочка әкеліп жүреді. Столовыйда жасайтын жаңа неде. Заводтардың ішінде. Паспорт контроль өткенде екеуіңіз бір-бірінен кейін тұрдыңыздар ма? Бірі өтіп, бірі өтпей қалатын жағдай болмай ма? Сондай қорқынышты бар. Сол айтқан. Мысалы, енді біздің таможныйда енді тексеретін адам аэропорт кішкентайлау болғаннан кейін тексеретін жер беткен аз болады да, енді 10 шақты адам отырады. Ал Кореяда 30 ба, 50 ма бүйтіп толып отырып. Андай адам болады, сен ана жаққа бар, сен мына жаққа бар деп бір адам бүйтіп жіберіп тұрады ортада, гаишник сияқты бүйтіп. Бір жерге барсақ ештеңе емес қой. Екеуміз екі жаққа кетеміз ғой бүйтіп. Екі жерге да бүйтіп толып отыр ғой тексеретін адамдар. Екеуміз екі жаққа өтеміз. Жақсы тыңдап алыңыз да. Тексеріп жатыр, мен нақта тексеріп жатыр. Сөйтіп мен тез өттім да, жағымен өтіп кеттім уже мен аэропортқа. Сырт жағымен бүйтіп алдынан барып күтіп тұрдым Асхатты мына жерде. Біліп тұрмын ғой уже. Сосын барып ана тексеріп отырған қыз айтты, Асхат айтты, кете берейінші деп. Сосын ана қыз тұрды кәдімгі бүйтіп. Әйтсе көрінбейді ана қыз бүйтіп бірдеменің ішінде отыр. Әйелің ба деді. Бірге жатсың ба деді. Бірге жатырық деді. Болды, өте бер деді. Сөйтіп соңып қастарыңыздан қалмаңыздар, бір-біріңізді құшақтап жүріңіздер бүйтіп. Әйел мен күйеу болсаңыздар. Класстасым отыр екен. Бәсе? Танисыздар ғой деймін. Өте дұрыс 50 деген орта жас. Сол ғой. Сондай наклейка жабыстырып отыратын жұмыс қанша береді дейді. Әртүрлі. 30 мың теңге аласыз күніне, 40 мың теңге аласыз, 35 мың теңге аласыз. Әйел адамдар сол жобада алады. Ер адамдар ғой 50 мыңнан жоғары алады. 70 мыңға дейін алады. Ара емде шыққан жұмысқа дейіннен келіп, 1 сағат үйде кішкене асына сосын ночқа шығып кеткен ғой. Сонда дейіннен шығып ночқа келіп тұр бір күнде. Қандай күшті. Барлық жұмысымызды тастап барғымыз келіп отыр дейді. Қазақстанда да 20 миллион адамның 33 мың кетіп қалса, тым болмас. Мен 2 сағат өтіп кетті уже, масқара. Көпіріп отқанда. Біреумен сөйлесіп отырсаң жақсы ғой әйтеуір. Мен жалғыз өзім көпіріп отқанда да SMS-терді оқып. Бұйырса сіздерде келіңіздер, Аллах Тағала ең бірінші Аллах Тағала дұғаларыңызды қабыл етіп, өтіп кетсеңіздер болды ғой, ары қарай уже проблема емес, өтіп кетсеңіздер болды. Сосын бар ғой, паника етіп, қазірден өздеріңізге қорқынышты бүйтіп жабыстырмаңыздар. Қорқпаңыз, кәдімгідей дайындалыңыз, болды. Алланың бұйыртқанын дұғаңыз тілеңіз. Бірақ енді іштей қобалжу болады ғой, біз де қобалжыдық қой. Бірақ шама келгенше сабырмен. Сіздерде түн болып жатыр ма? Түн 10-нан 10 кетті түнгі. 59 адам қарап отыр екен. Сіздерге көрініп тұра ма мен неше адам қарап отырғанын? Айтпақшы деген мана кім айтып отыр еді? Біздің Арай айтып отыр еді, ертең коллабок не ойнатады деп. Деді жаңағы. Гиф ойнатады деп, гиф. Күшті бірдеңелер ойнататын шығар, қатысыңыздар. Ертең коллабокқа жаңа реклама жасап отқан дейсің ғой да. Мен қашан сөйтіп ойнатып отырады екенмін сіздерге ойын. Соны қолға алу керек бұйырса жақын арада. Сіздерде түн болып жатыр ма? Эфирді сақтаңызшы дейді. Сақтайын. Сақтағанда дәл осы сұрақтар бар ғой. Ана алдыңғы сақтадым, 2 эфир тұр алдында. Сол жерде дейтін 1045 рет қайталағам. Ол 3-ші рет сақтап қайтем оны. Тфай, қарап отырсаң, шешініп отырмын дейді. Осындай ақжүрек қызымыз болғанына дейді. Рахмет, молодец, рахмет, көпіне дейді. Бойыңыз неше дейді. Менің бойым ба? Бойыма салмағым сұрап отырсыз ба? Есіңіз кім? Айхерб Атырау KZ дейді. Менің бойым бар ғой, 1,67. Салмағым сәйкес келмейді, маған әлі 7 килограмм қосу керек, сонда бойыма сәйкес келеді. Мен баяғы Айхербқа барғанда
оған. Короче, айферупқа барған кезде андай весы болады, кәдімгі весы бар ғой, соның андай түрі болады, міне 9 түрлі адамның бойындағы сүйегінің салмағын, сосын жаңағындай мына еттің, майдың салмағын жеке-жеке өлшеп беретін весы болады да. Соған өлшендім, сөйтіп өлшендім да. Сосын ішкі май адам сыртқы май деп өлшейді екен ғой. Сөйтті да, менің сыртқы майың, короче, 10 ба соған дейін жету керек та. Сосын маған қарап тұрды да, сенің сыртқы майың 1 дейді ғой. Мені өліп күліп. Сыртқы майың тек 1 салмағы 1 не да. Білмеймін, зат не 1 деген не екен айтып, өзінің бір несі шығар қоятын бағасы. 1 дейді, ішкі майың 5 дей ма, әйтеуір ішкі майы көп болу керек, сыртқы майы 10-ға дейін болу үшін бірдеме. Мен тым жоқ қой, өліп күлем ғой. Ондай кәдімгі шидей ғана арқым емес болсам да, бірақ все-таки бойым мен салмақ адам сәйкес болу керек қой. Мерасы болады өзім. Бірақ бұрын негізі студент кезімде кәдімгі топ-томпақ болған, беттерім топ-томпақ, қолдарым кәдімгі иықтарым бар болған ғой. Тұрмысқа шығып азып кеттім деп жылауды. Жақпаған ғой, бала болсам. Сізде ойнатам деген едіңіз. Сол ойнатуым керек еді. Бұйырса, оны енді сол не ойнатам деген, мен бұрын ойнатып жүрген адам болсам, аламда ойната салам ғой енді. Мен бірінші рет ойнатайын тұрғаннан кейін кішкене ойланып, жан-жақты кім не, қандай адамға қазір қандай полезный заттар бірдеңені алып деп просто ойнатып жібергеннен де. Тұрақты жұмыстасыз ба дейді. Тұрақтымын пока что. Өздері апара болып келеді дейді, сонша жақсы. Сақтама керек емес дейді. Бар ғой эфир. Сол ғой? Эфир толып тұр ішіне, мыңғырық сұрақ. Барынша бөлісіп, білгеніңізде бөлісіп жатсыз. Рахмет сізге. Харгыс ашылды ма дейді. Ол жерден арзан заттар алуға болады ма дейді. Ол қандай? Харгыс дейді. Не ол Харгыс дейді? Эфир сақтама керек емес. Атоми продукциясы күшті дейді. Иә, атомидікі күшті. Мен бар ғой, Қазақстанда жүрген кезде атомиді да жасадым. Мен жасамаған жерім жоқ. Атомид жасап, менеджерлікке дейін көтерілімді 150 мың теңгеге дейін товар сатты да кәдімгідей. Сосын сол жайына қалды ғой, мен Кореяға кеткеннен кейін. Сол Кореяға келсем, енді ойладым да, енді Кореяға келгенде де басқа да күшті жаңағындай әмбісін шығар деп ойласам, оказывается, атомид кәдімгі үлкен офис центрі бар екен. Мен сол жаққа кәдімгі заводы бар екен. Соның заводына барып көргім келеді да. Атомидың соны пайдаланады, көбісі бар ғой ол жақта. Атомидың шампунын пайдаланады, шампунның иісі күшті. Спрей шашқа соны заказ беріп қойғам, мен пенкісін бетке. Бүгін келеді деді, мана барсам жоқ. Сол үшін атомиді алып пайдалана беріңіздер. Атомиді жақсы. Вообще ол просто адамдар бізде алады да, бір жағады да, бітіп қалғаннан кейін алмайды. Айфон ойнатыңызшы дейді. Ойбай. Айфон ойнату үшін деген бар. Мен не істеуім керекпін ғой? Ой. Дәтет. Енді күйеуіме өйдеп айтамын, айтады. Айфон дейді неше. Азықшы тұрмайды ғой. Ойнатқаннан кейін қазір айфон атым келеді да, енді ұсталған ойнатпайсың сірә. Қой ұйықтады өтше дейді, күшті объяснение дейді. Бағалауларыңызға рахмет, түсініп жатқандарыңызға рахмет, түсінбегендеріңізді ұялмай сұрап атқандарыңызға рахмет. Спортпен айналысып ет жесеңіз қосасыз салмақ дейді. Спортпен айналысып бастадық, өткенде қалды ғой. Жұмысым 9-ға дейін болып кеткеннен кейін қалды. Ерекше балам бар, соған атоми продукциясы беріп жақсы прогресс болған, күшті көмек берді. Сол ғой адам еще. Уақыт аралығы қанша сағат разница? Так, 3 сағат. Алматы мен Астанамен 3 сағат, Ақтаумен енді 4 сағат. Былай ғой міне.
инстаграмды ашса бәрі адам ақылды ғой енді шетінен. Мен енді ақылымды айтып жатқан жоқпын, бірақ өзім немді мысалы біреулер мысалы атомиді алады да атомиді кремін алады да бетке, сосын барып адам өзі іштей андай ойлайды ғой, мына сіздер Кореяға келіп қорыққаныңыздар сияқты ғой, алады да мысалы крем ба алады да бір адам мысалы мына крем күшті крем деп ішіне мақтап жағады, ол сол адамға жағады да, адам өзі мына жаққа да байланысты да миымен ойлауына. Сен ана крем жаман сияқты қойшы деп жақсаң, ондай результат болмайды. Бір ракпен бір әйел ауырған ғой, баяғыда бүткіл дәрігерлер айтқан, типа андай, қой сен болды уже, мынандай өмірің қалды деп. Сосын ол әйел бүткіл дүниясын сатқан, үйін сатқанда шетелге кәдімгідей ақша болады ғой енді ол. Өлсем де қалады ғой дейтін шығар енді. Алғанда сосын табиғатты күшті жерге кеткен ғой. Бір тау, үлкен таза ауаға да, таудың етегіне барып су жерде кәдімгі йогамен занимация етіп, натуральный заттар жеп, өзін күшті қылып не істеген ғой, кәдімгі өзіне көңіл бөлген ғой, кәдімгі махаббатын арнаған өзіне. Сол адам кәдімгі рактан жазылған ғой, жазылмайды деген рактан жазылғанда, сонда көрдің бе, адамның өзін мына сана сезімімен ойлап аласың да, сосын барып қандай результат шықса, соған сосын қанағат етпей отырасың. Сол үшін негативтің бәрін сол үшін ғой, өзіңнен алшақ ұстаңыз, қорқыныштың бәрін. Мына жерге мысалы маған астына жаза береді. Ол жақсылық жүрген жерде жамандық, мысалы жаман адамдар, хейтерлар бірге жүреді бүйтіп жақсылық жүрген жерде. Жалпы жазады мен хейтерлар, мысалы мен сол инстаграмда комментарийді да оқимын, ответ беруге тырысамын шама келгенше. Кетіріп тастаймын негативтерді да, потому что мен өзім жұмыс жасап жүргеннен кейін білем да, не қалай. Бір бар я, мен мысалы айтсам, мысалы қазір сіздерге ойбай деп шынымен де кәдімгі рейд жүреді, заводқа дейін іздеп кіріп барады кәдімгі адамдарды дейтін деп айтсам, мысалы бар ондай шынымен де. Просто біз жүріп қой, бір жыл болды, тым да болған жоқ мысалы. Басында жүрдік, қазір енді виза аштырып, жаймен қорқып жатсаңыздар, өтіп алғаннан кейін сразу G1 аштырып аласыздар кәдімгідей біз құсап. Болды, ешкім тимейді сосын. Ол айта береді, адам деген қорқытып, бүйтіп, сөйтіп, ол просто сіздің де өзіңіз мнениеңіз бар шығар. Іздеңіз, қараңыз, соқыр емессіз, интернет бар, мылқау емессіз. Білімі бар, көп адамның. Оқып біледі. Химахим арзан бұяқта енді. Химахим салмағы бар ғой, ауыр ғой. Сол үшін химахим дейтін бар ғой, андай іші біткен қоңыр, ішетін біткен, ішінде бір неше штук тұрады екен, бір 40 штукқа тұрады. Ауыр ол андай не болғаннан кейін. Сұйық зат болғаннан ішетін дәрі күшті, атомидікі. Соны алғымыз келіп жүр біздің де. Омега, генкавилова, омега іштік. Жақсы сол. Мен ата енем ішті. Айхербқа да барып 15 килограмм тастаған енем. Жақсы ғой, соны көрдің бе, адам өзіне қабылдағанына байланысты, әр нәрсенің өзіне жақсылығы қойды. Өте дұрыс айтасыз. Просто андай бәрі ақылды деген, ақыл айтып кеткен, біреу бірдеңе айта қойса ақылды дейді ғой. Оны айтпаймын, просто сіздерге айтып жатырмын да, қорықпаңыздар, өздеріңіз жақсысағына. Ертең мысалы келгенде басқа қандай мақсаттарыңыз бар, мысалы Кореяға келгенде жұмыстан басқа. Мысалы ақша табасыз ғой, оны қойшы, келеді әйтеуір шүкір. Мен бай болам деп сөйтіп. Ертең келгеннен кейін не істегіңіз келеді? Қай жерлерді көргіңіз келеді? Кореяға қыдырасыз ғой, по-любому Пусанға барасыз. Ертең как раз жаз шығып жатыр. Кореяның мұхитына теңізге түсесіз, мұхитына түсесіз, теңізіне түсесіз бар нәрсе. Сосын күшті қыдыратын жерлер бар, неше түрлі жаңағы ярмаркалар болады, концерттер болады, неше түрлі. Шетелдік адамдарды көресіздер, жан-жақтан келген. Кореяда еще көп ондай туристер. Кореяда үй алып келешекте тұруға болады ма дейді. Үй алу кішкене, Қазақстаннан үй ала алмай жүргенде Кореядан қиындау болады. Арендаға тұрмасаңыз, тек бірақ енді 100.000 теңгеге мысалы квартира жалдасаңыз, ар жағында 800.000, 900.000 теңге бір адамның расходтары болады ғой, по-любому. Бірақ қалады ғой сол. Адам өзіне ақша ұстап келген адамға байланысты. Корея бәрі өзіңізге байланысты. Не болса да өзіңізге байланысты. Қайда барам десеңіз өзіңіз таңдайсыз. Кетаны кімге жасатам десе де өзіңіз таңдайсыз. Қалау өзіңізде. Дұғаны қалай тілеймін Алладан, нені сұрайын десеңіз де өзіңізге байланысты.
не кием, не ішем десеңіз де өзіңіздің таңдауыңыз. Любой зат біреудің несе болмайды, өзіңіздің таңдауыңыз. Біреудің айтқанын өйбе видео айтты деп. Просто мен сіздерге информация беріп жатырмын, мен тыңдаң деп жатқан жоқпын. Информация беріп жатырмын, айтып жатырмын, соны тек просто керегін аласыздар ғой, енді керегін алыңыздар. Көмектесесеңіз, көмектесемін, жаңа күтіп аламын деп жатырмын. Сол үшін жақсы зат, өмір бақи түңіліп жүре бермейік, өзі бір-ақ өмір сүретінбіз. Соны жақсы қылып мақсаттарыңызға жетсеңіз, өмірде бір адам жаңа бір андай бір өзгерістер болып тұрса күшті ғой. Скучно болып кетсе де жаман ғой өмір. Қызықты бір деп таңғалып жүретін зат болған жақсы ғой адамда. Өмір әйтпесе қабағың бүйтіп түсіп, күрес болып кетесің бірдемеден қорғалған ұқсап. Пусанның моресында каждый выходной барам, Аллам бұйыртса дейді. Сол ғой. Рахмет сізге. Сол үшін сөйтіп мотивация қойып, алдарыңызға келем деп. Дайындалыңыздар сол үшін да. Жақсы ма? Үмітті үзбеу керек сосын. Мысалы, біз бүйтем, баяғыда, мысалы, любой өзімнің басыма өткен затты айтайын ба? Ағам үйленді, 88 жылғы туған ағам бар. 5 баласы бар, Аллаға шүкір. Сол ағам үйленген кезде, шақыру билетке түсетін кезде, менің негізі үйге қалдырып кетті да, балдарды қара деп та, біз кете берейік деп, қыстың күні ноябрьде үйленді. Ноябрьде ма, сол уақытта әйтеуір. Февральда ма, әйтеуір сол уақытта. Сөйтіп мені ауылға қалдырып кетті, түшіп кетсең балдардың қасында бол деп. Сосын енді шақыру билетке түсетін кезде, баяғы ол кезде андай болады деді ғой. Қазір жоқ ондай. Групповой түсетін бар ғой, ана достары, класстастары келеді. Ана бет групповой бәрі түседі, алдында қыз бен жігіт бүйтіп отырады, күйеу жолдас. Сөйтіп түсетін еді ғой. Сондай суретке түсетін кезде мен бара алмай қаламын ғой. Ал қыстың күні. Сөйтіп Түшібектен Шетпеге дейін жетіп аламын да, Шетпеден Газельге мінеміз да, ол кезде Газельге мінеміз. Сосын Газельмен қалаға барамыз. Сөйтіп Газельге отырдық, мен бар, сосын жаңағы ағамның дос баласы бар, жаңағы жігіт жолдас болайын ұтқан. Сол екеуміз енді қалаға қарай шықсақ, жолда қар бітеп, қалаға жол бітелді ғой, бара алмай қалдық та қыста. Сол кезде мен бара алмадым, баламыз ғой күзде енді. Өзім студентпін. Бара алмай қалдым деп, мен жылап қалып қойдым бірдеңе деп. Балалыққа шыдамсыз ғой, өліп бара тұрып баруымыз керек, мен қалып қойдым деп. Мен балдардың қасына тастап кетті, қаратып қойды деп, сөйтіп өзім ренжіп жүрмін еще. Сол қалып қойғаным сол кезде авария ма бірдеңе болғанда, қара, сонда Аллах тағала адамды бір нәрседен қорғап тұрады да, бармай келмей қалдым деп, өтпей қалдым деп, мысалы артық қылам деп тыртық қылып қойған, мысалы 7 жылға сотталып кеткен өткенде 2 бала Кореяға қашып кіріп. Көрдіңіз бе, сол артық шешім қабылдамаңыздар да. Аллах тағала үнемі ол былай дұрыс затты саған дұрыс болсын деп дұрыс затты істеп беріп тұрады да. Сол кезде артынан авария болған естіген кезде деп қалдым да. Жанталасып, сол кезде мысалы білмеймін ғой, мен жолым ашылып па кетіп бара жатсам да, мысалы қарды күрейді да ашады, мысалы қалайда жол не болып жатыр білмейсің ғой. Ойым анда дейсің дейді, ойым анда дейсің. Алмас, уағыз айтып кеткен дейсің ғой. Алмас ағай күтіп алам дейді. Бір грамм уайымдама дейді. Сол ғой, 1 грамм уайымдамаңыз. Жабылып жүріп күтіп алам, шулап барып кәм. Құда күткендей. Операция жасатуға барсам бола ма, пластикалық жасайын деп едім. Бар. Міне ақты отаны ғой ондай. Қай жерге істейіп жүрсіз құрсын? Қазақстанда да бар ғой негізі, бірақ Кореяда да бар. Келсеңіз болады, Кореяда качественный істейді ғой. Рахмет сізге дейді. Сіздерге де рахмет. Тыңдап отқан. Алмас ағай күтіп алады, то точно. Дарылдап жүріп. Деп. Набір қашан басталады? Арай біледі соны. Жаймен ол бүйтіп біліп отырған сыбыс жан-жақтан естіп, кімге одобрение келіп жатыр. Ол өзі сонымен айналысып жүргеннен кейін. Қай қалада жұмыс жасайсың? Кореяда. Кореяда Киме дейтін қалада. Киме дегенде басында біз Кименің Киме екенін осы неге таможняда өткеннен кейін қай қалаға билет аламыз дегенде Киме дейді. Киме деген сияқты екен, бір түрлі ноне бәле деп сөйтетінім. Ким, хе. Просто хысы айтылмайды. Мысалы, аньон хасайо ол жазылады да, амандасқанда. Аньон хасайо ол айтады, х айтылмай қалды, киме болады. Ким хе ол жазылады.
любой жерде хысы айтылмайды көбіне бұларда. Жазылады, бірақ айтылмайды. Так, дыбысталмайды да. Әр істің қайыры болады артында. Сол ғой. Сол үшін уайымдамаңыздар, ертең не істемеңіздер. Мен дайындалып, сосын ешкімге айтпаңыздар. Жариялап керек емес. Оны қазір жарияласаңыз, ол жаңа достың ішінде де көре алмайтын болады. Тумаластың ішінде де көре алмайтын болады. Шындық, шын. Жаңа көре алмағанмен де былай адам білмейсің да, өзі де байқамай қалады ол. Тіл өткіш адамдар болады, көз өткіш адамдар болады, өзі байқамай қалады. Барайын деп жатсың да Кореяға деп қалса, бітті да. Жолың байланып қалады. Сондай жалпы тіл көз бар ғой. Бар негізі сон тіл көз. Құранда да айтылған. Так, сіз біле Иә. Алмас нөмір беріңізші. Алмасқан дайректіне жазыңызшы, мен бермеймін. Құстайды маған. Ол қырған адам хабарласып кетіп ертең. Нөмірін ауыстырып жүр. Қандай жұмыстар бар? Қанша уақытқа дейін жасауға болады? Жұмыс жетеді. Неше түрі бар? Мысалы бар ғой да, кір машинаны шығару үшін бар ғой. Біреу мысалы кір машинның ішінде барабаны болады ғой, беткен айналып тұратын. Бір завод соны шығарады. Бір завод мына бетіндегі біткен баста тың деп бұрайтыны бар ғой, соны сосын төбесінде цифрлар бар ғой, ажайын бірдеңе деп жазып тұрады кір машинның. Жаңағы мынандай градусқа қоясың деген, сол тек қана соны шығарады бір завод. Сонда бір кір машин шығару үшін бір 20 шақты завод кетеді ғой. Ал бір кәдімгі айдайтын көлік машинаны шығару үшін ойлаңыз, ішінде қаншама аккумулятор, қаншама болты бар, қаншама тоғы бар. Точно бір 600-700 завод кетеді. Бір машинаны шығару үшін. Біздің өзіміз тек құттай бампермен екі жанын бұл соны шығарып тұрып қой. Сосын жаңа беткен миксер бар ғой, кәдімгі цементті бетіп құятын миксер КамАЗдар болады ғой, КамАЗ ма, кран ба. Сол миксердің ішіндегі беткен ақ екі жағында тұратын беткен пластмасын шығарамыз. Оның қаншама темірі бар шығарып атқан былай қарасаң. Каспий істейді я Кореяда. Я тоже хочу дейді. Келіңіз. Қандай жұмыстар бар айттым. Жас шамасы шектеулі ма? Біз 50-ден асқан адамдармыз. Айтып отырмын ғой. Тың адамдар болады ғой, жұмысқа бір. Аяғым ауырмайды, белім, аяғым деп не істемеңіздер деймін да. Бірақ жұмыстар былай оңай, ондай қатты. 55, мен қасымда жүрген бар ғой, 53-тегі әйел, манағы жүрген бар ғой. Қасым жұмыс жасап жүргендер, екеуі де 53-тегі еще темекі шегеді. Простите, олар менің инстаграмда бар еді. Қысқа бәле қалдым ау. Орыстар бір қазақша дейді. Орыстың кореянкалары. Жақсы кісілер бірақ. Мақтап жүрген соң. Так, кета екеуіңізге де сразу одобрить етті ма бір жіберген еді. Ол қызық қылды айтпақшы. Короче, бетті. Енді Асхаттың өзінің Асхаттың почтасы да жоқ қой, Gmail. Оны ашып бердім. Сөйттім да, Асхаттың менікіне сразу келді, жарты сағаттан кейін. Одобрение келді да. Жарты сағаттан кейін келді ма? Жарты сағаттан келді. Асхатты келген жоқ қой. Бір күн күттік, 2 күн күттік. Сөйтіп почтаға келмей қалды, кстати, сондай ситуация болады, почтаға вообще келмейді. Бірақ кәдімгі кетаны шығаратын өзінің бір сайты болады, соны ара істеп береді ғой бәрін. Кетаны шығаратын адам өзі істеп береді. Сол кетаны шығарған кезде сол кезде қағаз шығып тұрды. Бірақ почтаға келген жоқ. Сондай қызықтар болды. Корей халқы қалай екен өзі дейді. Жақсы. Енді бес саусақ бірдей емес, біздің қазақтағыдай ғой. Жындылар да бар, күштілер де бар. Көбісі жақсы енді былай андай ақ көңіл. Олардың андай тәрбие жағынан бар ғой. Қазақстан 40-ші орында тұр дейді ғой. Корея оның алдыңғы орында тұр. Кәдімгі жастарының өздері де дейтін бар ғой. Жерге бас дегенше бүйтіп иіліп бар ғой, бүйтіп өткен кеткен адам ғой. Құрметтің соншалық. Жақсы Корей халқы. Бірақ ішінде үлкен кісілер болады, кейбір андай шатақ деп, керісі деп, десе мә деп тұрған. Корейский білу обязательно ма жоқ. Ол жаққа келіп үйреніп кетесіздер. Өйтіп алыңыз. Турист болып келсеңіз, сіздің тіл білуіңіз не обязательно, қыдырып кетсіз ғой.
ағылшынша сәл білсеңіз. Сол адамдары қандай Кореяның? Жақсы. Өзіңізге байланысты ғой. Мысалы, қалай айтсам болады? Адам өз адамның мінез адаммен де дос болуға болады. Қазақтар көп па ол жақта? Тілден қиындықтар болмай ма? Қалып жататын кездер болады. Өлтірмейді ғой. Қазақтар көп, бірақ білінбейді ғой. Айтып жүреді, бірақ бар да. Бірақ жұмысқа барып келеді. Демалады, жұмысқа барып келеді, демалады, сөйтіп жүреді. Негізі оны Арайдың өзінен сұраңыздар. Қандай жұмыс жасаймыз? Асақ күніне қанша табасың? Мен именно өзім күніне 36 мың таптым өткенде ресторан жасағанда. Қазір 31 мың теңге табам. 31 мың айналады. Чаны көп қосып берсе 36 мыңға дейін барады. 40 мыңға 50 мың алған күнім болған. 50 мың қай уақытта алдым мен? 50 мың андай кейбір заводтарда болады. Мысалы, бір апта қалмай жасасаң, үстіне азғандай тағы ақша қосып береді. Қалмай жасаған үшін. Или бір ай жасасаң, процент қосып береді үстіне тағы кішкентай. Сондай добрый бір сондай заводтар бар, кәдімгі жомарт. Сәлем, Кореяға барғанда пирамидаға кіріп кетпейміз бе? Қазір сондай көп болып жатыр. Қандай ол? Сетевой ма? Завод қой, завод. Қара жұмыс кәдімгі. Продукты. Қорқпайтын заттан қаяқтан тауып аласыздар сондайды? Адам ойына келмейтін заттарды. Продукты вообще өмір сүру қымбат дейді ғой. Енді Қазақстанның ақшасына, конечно, қымбат. Міне жақта сіз миллион тауып, миллионер боласыз ғой, сіз миллионер. Бүйтіп шектемеңіздер миды. Экономить етіп, үйде газ бар, шүкір. Тамақ пісіресіз үйден. Қазақстандағыдай. Азғантай бір адамсыз ғой, екі адамсыз дейді. Екі адамға кішкентай қылып пісіресіз, жарайды. Күндіз заводтан тамақ ішіп келесіз. Кешкеге бір уақыт жейсіз ғой деп. Ито диета ұстасаңыз, ито просто салат жейсіз де қоясыз. Күніне қанша сағат? 8, 10, 12 сағат. Демалыс күндер қанша? Суббота, воскресенье. Или тек воскресенье демалыс. Демалыс күндері бар ма? Аптада и сағат нешеден нешеге дейін жұмыс уақыты айттым. Аньон дейді. Аньон. Бітті. Ой алла, бітті. Кейде болады, смс толып кетеді бүйтіп. Чудо товар бұрындай жаландаған екен. Баңыздар. Морепродукт жеп, коктейль ішіп, мұхиттың жағар. Кенчана дейді. Все нормально у тебя деген. Жақсысың ба? Кенчана деп сұрайды. Андай неге байланысты ғой, эмоцияға. Жақсысың ба? Ауыртып алған жоқсың ба қолыңды деген сияқты. Аппайо деп айтасың, ауырып тұр. Мори аппайо дейсің мысалы. Басым ауырып тұр. Мори деген бас. Шашым мысалы. Бе аппайо дейсің ба? Ішім ауырып тұр дегендерді. Айта алмасаң, көзің ауырып тұрса, тісің ауырып тұрса, мысалы, аппайо деп қолымен көрсетсің болды, ымдап. Як деген дәрі айтпақшы, як.
любой аптеканың сыртында бізде аптека деп жазып тұрады ғой. Дәріхана, аптека деп. Бұларда як деп толып тұрады, як деп. Так. Алмастың дайыры қандай? Инстаграмы алмас 87-17 ма сондай. Ана мен достарымның арасынан алмас деп жазсаң шығады сразу. Ағылшынша. Қайырлы түн. Жайлы жатып жақсы тұрыңыз. Сіз де жақсы демалыңыз. Мен де қазір кішкенеден кейін кетемін. 20 минуттардан кейін. 11-де шығайын. Қазір 10:40 болды. 20 минутта отырады. Так. Жазып қойымшы дейді. Нені? Алмасаған несін бә? Сіздер кетаны кімге жасаттыңыздар құпия болмаса. Негізі біз бір кәріске істеткенбіз ғой. Қазір 2-нің бері сөйт құрсын оны саспасаңыздар. Кәріске істеткенбіз ғой. Ол кәрісті мен через қайнағам арқылы тапқам ғой. Оған офисіне бармасаң, ол телефон алмайды. Ол негізі самуши ма бірдеңе жаңағыдай жұмыс тауып беретін адам ба. Соны өзім таппай қалдым. Соны бармасам бір күн іздеп. Қазір телеканал. Ол бірақ көп алады ақша. Походу. Жоқ, вонмен айтқанда 45 мың вон, теңгемен айтқанда 15 мың теңге. Дұрыс қой, арайдың, біз 15 мың теңге істедік. Арайдың несі, қойып отқан бағасы. Алмас 87-17 деп жүрсең шығады. Қазір телеканалда сондайларды көп көрсетіп жатыр. Жастар жұмыс жасаймыз деп посредник арқылы қара жұмыс пирамидасына кіріп кетіп жатыр. Мен де барғым келеді. Сіздің сөзіңіздің басы қорқынышпен басталды да, арты я хочумен аяқталды ғой. Мен де барғым келеді дейсіз. Дұрыс қой, білмеймін енді, келгіңіз келген дұрыс қой, келген жақсы ғой. Бірақ пирамида деген бір жетесіп тұрмын, қара жұмысқа пирамида дегенде. Сетевой пирамиданы естін. Талай кіріп кетер жаздап, мә, қызық қот баяда. Қазақстанда өше жұмыс жоқ қой. Даже өзің мамандығыңмен жұмыс таппайсың Қазақстанда. Сөйтіп Астанаға бардық. Басында барған жылдар. Сосын бір кезде қызық оқиға болды, айтып берейін. Сөйттік та, сосын бір кезде жұмыс іздеп жүріп, қаяққа жазсақ та, OLX-тан, енді бүткіл жерден іздейтін едім мен енді интернеттің да. Мына Инстаграмнан іздесең де, барлығы бір адресті айта береді да, бір адресті айта береді. Ол адрестің еще аты қалай еді? Бірдеңе 54 деген. Қалай еді? Астанада айтыр. Орда 54 ба, бірдеме деген. Сөйтіп сол жерді айта береді. Сосын жақсы маған айтты да, бухгалтерлік мамандығым экономист деп айттым да. Сосын маған айтты, жақсы бухгалтер болса келіңіз, айлығы 100 мың мен 150 мыңның арасында. Өзі 150 мың десе, ойбай, күшті ғой дейсің ғой. Жақсы деп. Сосын бір кезде барам, ертең 2 мен сағат 3-тің арасында собеседованиеге келіңіз дейді. Барсам деген адам бүйтіп шығып жүр. Бір кезде бардым ішінен. Сосын мені бір қыз қабылдады да, атыңыз, есіміңізді, аты-жөніңізді айтыңыз деп қабылдады. Сосын қазір мына жерден собеседованиеге кіресіз деді. Барсам, собеседованиеде 100 адам отыр. Бір кезде отырып, бірсе айтып жатыр. Түсіндім, сетевой екен. Мынандай кірсеңіз, жаңағыдай тянчи бар ғой, тянчи, соңғы екен. 400 мың теңге товар алсаңыз, сразу 5-ші жұлдызға көтерілесіз. Сосын сондай сол товар сатуыңыз керексіз деп. Еще бар ғой да, мен басым жасамайды ғой еще. Соған 3 күн қатар барыппын ғой. Сетевой екен біліп тұрып. Бір кезде. Сосын артынан мен жұмысқа кіріп кеттім да. Жұмысқа кіріп кеттім, уже не болып, воспитатель болып. Сосын Асхат айтты, мен жұмыс таптым, бір жерге собеседованиеге кел деп айтты деді. Сосын сол адресті айтты, бірақ мен ұмытып қалғанмын ғой, одан кейін қанша уақыт өтіп кетті. Сосын Асхат барған ғой сол жерге. Келіп тұр, анау деген тяншидің сетевой екен деп. Сосын адресі қандай десем, сол адресті айтып тұр да, мен барған ғой десе, мен сен айтпайсың ба дейді да маған да. Мен қаяқтан білейін деймін. Ол қараша барғанда сразу сол собеседованиенің үстіне тұрып кетіп қалған. Мынау сетевой ма деп. Мен қасқа 3 күн барып жүрген ғой. Кадр.
400 мыңдығы еще уайымдап жүрсің ғой, 400 мың теңгені қаяқта аламын, бірінші товар алу керек деп кәдімгі алдағанда да бар ғой, миыңды айналдырып ішіне кіргізіп жүрген ғой Татагөспен. Мынандай ақшаға мынандай сатсаң, мынандай уровеньге көтерілесің, үйің болады, бірдеңең болады, бірдеме деп. Сол жақта кілең орыстар сонда жүрген. Қазақтарда бар енді. 100 адамдай ма жома ма? Елдің бәрі ақша, жұмыс жоқтықтан да қараш. Депортациямен қайтып жіберген деп басқа мемлекетке кіру үшін кедергі болмайды ма? Болмайды. Жақсы қыз, кеш жарық. Вообще барғанда 1 айлық күн көріске қанша кетеді? Өзіңізге байланысты ғой, білмеймін де. Қанша кететін, тамақ жеуіңізге байланысты, енді сіз керек зат алуыңыз мүмкін келген кезде. Ол расходты есепте алмайсыз. Не бір адам шығарсыздар сіздер. Біз 2 адамбыз, бізге может көп шығады. Сүйкімді қыз екенсіз. Рахмет. Жұмыс жасағанда неше минут демаласыз? 10 минут. Мысалы, 8-де жұмыс бастала ма, 10-ға дейін 2 сағат жасайсыз да, 10 минут демаласыз. 10-нан 10 кеткенде қайта жұмыс басталады да, 12 сағат обед. Сосын 1-ден 3-ке дейін жұмыс жасайсыз, 3-те 2 сағат 10 минут демалуға шығасыз. Сосын одан 5-ке дейін жұмыс жасайсыз 2 сағат. 2 сағат сайын демалып тұрасыз. Стоматология бар ма? Қазақтардың тісін қарайтын бар. Қазақ қыз бар, переводчик. Гүлназ деген тауып алған соң, мен соған барып тісім жылдырттым өткенде. Ана тіс жылмаса болмайды, ойбай ауырады деп. Бір адамға қанша теңге кетеді жалпы дейді. $1000 ұстап келесіз, туда-обратно билетіңіз 450 мың теңгеге ме шығады? Общий 900 мың миллиондай шығады. Еще жаңа бір адамға қанша теңге кетеді жалпы дегенде, сіз АЕК деген жазған сияқты едіңіз ғой? Осы көрген сияқтымын, осы что-то инстаграмда аккаунт. Еще алдына бет гүлдер қойып жүрген ғой, мағыз ашуланбасыншы деген шығар. 1045 рет қойылды осы сұрақ. Ол Дубай ғой, 3 бұрыш треугольник дейді. 3 бұрыш ол дейді, не дейді ғой ондай? Типа енді әбілістің несі дейді ғой, 3 бұрыш. Даже мына долларды 3 бұрыш ұстап жүретін адамдар бар ғой. 3 бұрыш деген вообще сөйтіп айтады ғой. Кім біледі соны? Жалпы сондай дейді ғой. Әбілістің несі деп, символы деп. Сон долларды да 3 бұрыш қылып ұстап жүретін адамдар ғой. Ақша көбейеді деп соған сеніп, ол Аллаға ширк қосқан деп ойлаймын мен. Аллах тағала сұрасаң өзі ақ береді. Сіз андай аффирмация жасасаң өзіңе, мен бай боламын, мен лучшемін деп өз-өзіңізге мақтап тұру керек, өз-өзіңізге көңіл бөлу керек. Неге той болғансың? Так, бір үйде неше адам тұрасыңдар? 2 адам тұрамыз. Так, түнде жалғыз қалған қорықпайсыз, қорқынышты емес. Басында қорқатын ем, тықырға оянып. Басқа ел ғой, қазір қорықпаймын. Смел, талтайып ұйықтаймын. Қатырасыңдар дейді. Сол ғой, қасқат, неден шыққан екеуміз. Енді жұмыс жоқтық қой, айтпесе еріккеннен барамыз ба? Қайтқанда штраф төлемейсіздер ма? Штраф төлемейсің. Паспортыңды қолыңа ұстатады да бір тебет болды. Самолетке отырды. Самолетке отырғыз жүргенше қолыңа кісені тағып отырғыз жібереді дейді. Прикинь? Депорт. Если ұсталып қалып кетсең да, өз еркіңмен кетсең, онда билетіңді алып, міне өз еркіңмен кетесің кәдімгідей, ештеңе, просто депорт басып береді. Ондай жабайылық жоқ бияқта. Неге чатты көрсетпейді дейді. Міне тұр ғой астында чат 72-25 прикрепить етіп қойдың. Сіздерде түн қазірде дейді. Түн қазір. Баяда жаздың күнінде аспан қарап, жұлдыз санап, еще қорқынышты әңгімелер айтып жатамыз ғой, сөйтіп аламыз ғой. Қорқынышты әңгімелер, таңертең тұрайын жатқан кейде жаңбыр құйып кетеді ғой, көрпе төсегін жинап, тапшаның үстіне үйге қарай зытасың. Бұяқта да балкон, не бар, негізі балкон бар, бірақ масағаттап кетеді ертең. Сәлеметсіз бе, зарплата қанша ол жақта? Бір мына кет адамда басқа бірдеңе әңгіме айтайын деп жатқан ғой, өзінше былай қарай соң Тяньшиден кадр. Неге бір ай смело жүре бересің, а потом как дальше можно надолго остаться? Короче, бір ай легально болып жүресің, вообще общий бір айға рұқсат берген. Қыдырып алуға да,
сосын бір айдан кейін қалып қойсаң нелегал болып қаласың ғой уже. Сол кезде уже бір айдың ішінде диуан жасатып аласың ғой. Жасатпасаң енді дұғаңды тілеп жүресің нелегал болып. Сені қуып артыңа ешкім өйтпейді. Жұмыста тек тексеріс болып қалған кезде ұстап қалмау керексің да. Жалғыз барсақ, қыздармен жатуға бола ма танысып? Конечно. Ай, тоқта. Марлен дейді ғой. 1991. Ер адам болсаңыз, қыздармен жатпайсыз, балдармен жатасыз. Қыз бала болса, қыздармен жатасыз. Қайта қазақ қыздар бар жалғыз тұрып отқан. Бірақ өзіңіз тұрасыз. Өзіңіз тұрған, өзіңіз айтасыз, ертең өзім тұрам қой деп. Қыздармен тұрсаңыз, по-любому андай. Ол, мысалы, ночқа жұмысқа шығуы мүмкін, тықырлап жүреді да, күндіз ұйқысы келеді, сіз тықырлап жүресіз. Не в тему, лучше тып-тыныш өзім тұрған жақсы. Корея суши бар ма? Көп қыздар өзі тұрады. Кореяда суши бар ма? Кстати, сушиға бардық өткенде, караоке баратын кезде. Бар, бірақ біздікіндей емес, по-любому. Біздің жақты суши деп істеп қойған, русскоязычныйлар ашып қойған. Бірақ по-любому. Продинский нан қымбат дейді. Білмеймін. Қызбын ғой дейді. Марлен деген қаяқтан білейін. Қыздармен тұрасыз ғой. Андай қазақ қыздар көп. Олар кейбір қыздар, көп қыздар бірақ өзі бөлек тұрады. Честно кәдімгі. Ыңғайлы ғой. Қашан тұрам ұйқыдан, күнді қашан жасаймын десе де өзі біледі, өзімен еркін, не жегім біледі. Тыныш, ыңғайлы. Шулап жүрмейді да. Баламның аты қойды. Бәсе кішкентай бала тұрған ойлаудың балаң аты ма екен? Или деп мақта кетіп жатыр ойлар. Диван деген не? Диван деген не? Не зат ол диван деген? Білмеймін. Квартира қанша? 100 000 теңге. Турция арқылы туристерді өткізеді дейді ғой. Білмеймін. Иә, информация жинаңыздар жан-жақтан. Дұрыс жинаған. Естіп қоймай, соны уточнять етіп, солай ма екен точно деп. YouTube, интернетте бәрі бар ғой, ақтарып қой. Сіздер үшін қарап берем ғой деймін мен өзім. Қайсы шарда тұрасыздар? Ол қалай? Қайсы шарда тұрасыздар деген қалай? Қалай? Бір қате жазбаңыздаршы, мен қате жазсаңыздар ол қасысқа мен түсініп болмайтын қасқам. Сөйтіп, біреу бірдемен тіке айтып тұрса да кейде барып, не ол деп кейде түсінбей қалам. Деп содан кейін. Анықтап, ашып айтқан жақсы, астарламай. Қалай лучше через Турцию или через не? КВ қанша? Сонда 100 000 теңге. Квартира аренда бар ғой, кәдімгі жалға алу 100 000 теңге. Бір бөлме. Үйдегілермен WhatsApp-пен сөйлесесіз ба? Күнде ғой. Балдар ажағынан. Саламатсыз ба деп. Ата әжесі үйретіп қойған. Кімнің қыздың десе, әженің уже атаның деп тұрады, екеуі сайрап. Жуан деген жаңағы Дария деп қазір емес қой, қазір айтсақ енді, деп айтсақ түсінеді ғой, енді шетелде жүріп сағынғанымызды біледі да мама папа. Сосын ата енем да. Сосын бұрын ауылда жүрген кезде, Қазақстанда жүрген кезде құшақтап өз баламыз сөйтсек, жаңағы ата әжелер айтатын еді. Әй деп. Сосын айта салар ма? Қайын сіңлім сүйуме болмай ма деп қызымды сүйіп отырмын айтамын. Жұмыс істесек расходтан бөлек 1 миллион жинай аламыз ба? Так, жұмыс істесек расходтан бөлек 1 миллион теңге жинай аламыз ба? Егер кәдімгідей киінбеймін, болды қыдырмайым десеңіз, жинайсыз. Бірақ қыдырып қоясыз ау, киініп қоясыз ау. Қазақтардың бәрі жабылып, шұбырып бір жақ кетіп батсыз қалып қоясыз ба? Біз айту қалмаймыз, кетеміз, еріп. Ақша салмасақ та барып білеміз. Ақша салмай да қыдыруға болады ғой. Жұмыс визаны күтейік па, әлде бара берген дұрыс па? Білмеймін. Мен бірдеме десем бетін бәле қалам ба деп тұрмын. Өзіңіз қалай ойлайсыз? Кішкене бетіп ойланып,
жұмыс виза жөнінде де енді шығып жатыр ғой, может оның плюстары да бар шығар, білмейміз ғой. Алдын ала бүйтіп бала ашпай ақ қояйық, ертең шықсын толығымен, сосын кетада шығады, ол кезде как раз одобрение, сол кезде бүйтіп салыстырып, қайсыған расход аз кетеді, қайсысы қалай болады, қайсысын көп күтіп қаламыз, қазір кіріп кетсек қайсысы ыңғайлы, кішкене шустрый етеді, кіріп кетесіз ғой. Өзіңіз айттыңыз ғой, диван емес. G1. Мен жазып жіберейінші. Қазір. D1 дейсі. G, сосын 1 деген бір ғой, енді ағылшынша. G1 ән жаздым. G1. D1 деген мә балдарым бөтенсіп кетеді ғой дейді. Қой, мама, папа деп өліп тұр. Зарплата қанша уақыт болады сендер Кореяда жүргенге деп. Осы майдың 26-сында бір жыл болады. Өзіңіз айттыңыз ғой D1 деп дейді. Қырғызша шар дегені қазақша қала. Қала деген сөз. Мен білмеймін, бәсе шар деген. Қазір Кореяда Пусан деген қала бар, білесіз ғой, Пусан деген. Соның қасында кеме дейтін бір үңгір бар деші. Сол үңгірде деп қазақ деген тайпа бар деп. Кеме деген қала бар кішкентай. Сөз жұттырамыз. Қанша сағат болды эфирде отырғалы дейді. Білмеймін, 2 сағат болып қалады. 3 сағат болды. Уже 20 минут өтіп кетті ма, не? Отыра берейінші қойшы. Просто через Турцию попасть. Қазақстанда по-любому қазір уақыт нормально ғой. Көпіре тұрайын. Қызық болады сіздермен. Лекче Корея. Күніне Диван деймін. Дивана деген сияқты екен, сол. Перизат Арайдың өзі де кетаға тапсырам деп жатыр ма? Кім Арай? Кетат отыратын Арай ма? Давай ат қойып алайықшы. Арай 1, Арай 2 депті. Арай 1 деген мана менің қасындағы Арай өз Кореядағы. Арай 2 деген Қазақстанда кетат отыратын Арай. Давай ма, сөйтекші. Арайдың өзі кетаға тапсырам деп жатыр ма? Қай Арай? Арай 1 ма, Арай 2 ма? Арай 1 айтты мана, мен өзім жалпы кета тапсырып білем деп. Бірақ ол енді 1-2 адам отказ алып қалған ба, білмеймін. Айтты ғой өзім ана мойындап. Лучше біз мына документті толық білетін кәдімгі адамдан сұрастырып жан-жақты. Как раз жолға да дайындайды сіздерді. Ақшасын төлесеңіз де не сұрақ келеді бәрін айтады. Қазақстанға келіп туу дейді. Балдарыңды қанша уақытта көресіңдер, кездесесіңдер, Қазақстанға қашан келесіңдер деген ғой. 1 жыл көрмегенімізге. Екеуміз бойда қысап кетіп көкеміз екеумізге. Жаңа үйленген жас шүбелер ғой. Қалай барсақ болады? Екеуің қалса жаман екен, құрсын жұмысқа жаңағы қызғанып отбасы болған деген болады ғой. Жұмысқа кетіп баратсаң кәдімгідей. Жұмысқа жібермей қалып, ондай да болған. Балдарыңды қанша... Эфирді сақтамаймын, қазір келіп ұршы. Балдарыңды қанша уақытта көресіңдер, кездесесіңдер, Қазақстанға қашан келесің, қалай барсақ болады. Ой, осы бір апта болды ойында, 3 күн бәлі де мен авалап эфирді өтқан ма? Қалай кіріп кеткенімді білмей қалдым эфирға. Күніге қанша табасың? 30 жазбай ма деймін, неме? Профильге үстіне. Күніне осындай табам, осындай келеді. Так, G1 деген не? Виза ғой? Кореяда жүре алады деген. Корея келіс етесіздер оны. Толық түсіндіресіз бе дейді. Қайтып келдім дейді. Кіріп шығып не алыпсыз? Так, Арай 2 дейді. Арай 2, мына Қазақстанда Арай ма? Ол дейді, не істейді Қазақстанда жақсы ұстап отыр ол. Походу. Жан-жаққа елдерге шығып жүрген адам ол дейді, визасы бар. Канадаға барып білдім деді өткенде. 3-4 айға, да? Канадаға ма, Европа ма? Соны сұрастырыңызшы. Бір күн эфирге қосам Арайды, ертең қоспасам. Қазір Кореяға өту қиын емес пе? Сол Арайдан сұраңыздар. Арай 2-ден сұраңыздар. Сіз кәріс тілін
білесіз ба, жұмысқа бастап кету үшін тіл білу міндетті ма? Келгеннен кейін бар ғой, жаңағы осы заводта көп қандай сөз қолданады, соның бәрін өзім үйретемін сізге. Бәріміз жиналып барайықшы, 5 баламды тастап Кореяға кетіп қалсам я дейді. Шын. Бірақ қарайтын адам жоқ балаларымды дейді. Менің өзімнің мамам бар ғой, сол айтады да. Туа бермең, шабыртып, туа бермең деп, ертең отырады, бастарың айналып деп ұрсатын еді да. Енді жаңағы, сол мама айтты екен деп босанбай алған жоқпын, просто мен болмаса өзім ағам да үйде 5 бала ғой енді. Өзім туған сіңлім бар, сонымен 6 да. Мен айтамын, өздерің шабыртып туасыңдар, бізге тумаң деп. Туған апашкамның аты, туған сестрамның аты менің Арай тоже. Ода 4 бала бар, Аллаға шүкір. Бастарың айналып ертең отырасыңдар деп. Қалай не істемейсің? Бауыр болған жақсы ғой, бала көп болған жақсы үйде. Бір жана айтып отқанда дұрыс басың айналып кетесің, кішке жағдай жасап алып, содан кейін барып босамасаң. Қыдыратын жерге қыдырып алғаннан кейін. Нөмірі осы макета толтыратын. Так. Иә, 0750. 878-778-0750. Тоже өзі Кореяға баратын ойы бар ма? Білмеймін, өзінен сұрап көріңіздер. Бала қарайтын адам болып тұр. Тек кіре алсақ екен. Болды ғой. Бала қарағанда неше балаңыз бар? Кімге қалдырып кетейін деп отырсыз? Бізге де қызық қой, айтыңыз. Жұмыс контрактқа тұрды ма бірнеше жылға? Жоқ, құдай, біз тиіп қашып өзіміз тауып алып жүрміз жұмысты. Бар мына жерде жұмыс беретін адамдар көп. Таңсарға кіріп кетесің болмаса. Жігітіммен барам деп тұрық. Келіңіз. Бірақ ол басқа нация. Не болады басқа нация? Қазақтан басқа ешкім кіруге болмайды деймін не Кореяға. Келе беріңіздер. Қалай өткізем екен дейді. Жоқ, сен қазақ деп, ол немец дейді, мен қазақпын. Қазақтарды өткізеді, немістерді өткізбейді екен. Немістерге вообще болмайды екен. Қарамайды ғой, құрсын ойбай. Кіре бересіз ғой. Қатырдыңыз ғой сізде. Қазақстан неміс екен дейді. Әлі отырсыздар ма? Әлі отырық. Не деген денсаулық? Таңертең тұра алмай жатты ұйқыдан. Соқшы маған, асқат хабарласам. Балдарыңды алып келіңдер, мен қарап берем, 100 000 беріп отырасыңдар. Дұрыс. Бизнес дейсің ғой да? Так, мен күйеуім шақырып жатыр. Так, жаным, шаршамадым ба дейді, қой сол. Егер жүкті болған жағдайда Кореяда босанама қызық дейді. Қай жерде толғақ ұқсайды, сол жерде босанады. Садикке берсе болатын шығар Корея. Болады, бәрі болады. Неге қиын екен демей ма кіру басқа елге оңайға кіру дейді. Енді документ жинаңыздар. Мен жолдасым шақырып жатыр, маған звондай деп жатыр. Онда